төштүктүн тоюна коконгандын Козубек, Маргалаңдын Маллабек, айры сакал Сынчыбек, үкөк сакал Козубек, Маргалаңдан Маллабек, ошо күндө карачы ийбит кандын эрүрбү, алда барган ал тойго, эр төштүктүн тоюна эки кемин жайлаган, эгиз карат байлаган, жарды жүрүп байыган, жалгыз жүрүп көбөйгөн, барган экен эрүрбү, көрсө көңүл бөлүнүп, анын артын караса, Сарарканы жайлаган, саңгазагын айдаган, сайгашкасын байлаган, түп катасын аллаштан, керегеси жыгаштан. Ошо күндөн эр көкчө, айбаты журттан бөлөкчө, алда барган ал тойго, катагандын кангосой, алайган көзү чолпондой, айгулагы калкандай, жети сууну жердеген, жеңилбеген эрдеген, кыйын тууган шер эле, алда барган бул тойго, акыл айткан ал болуп, үйрүлмөнүн сазында үйлүшүп алыптыр, чогулманын сазына чогулушуп алыптыр, ошондо кеп тортого салыптыр. Айкөл Манас батырды так төбөдөн бассак деп, төрттүүлүгүн чатсак деп, атаңнын көрү жетиган, ошо күндө кеп айтат, мына мындай деп айтат, белин бекем байлашып, бири-бирин жайлашып, Айкөл Манас батырдын ак маралды кубалап, уйгулганын көрдүңбү, аяламдын барысын буйгулганын көрдүңбү, тентип келген Кытайды ушул күндө карачы, Айкөл Манас эрекен тең кылганын көрдүңбү, кырк чоронун барысын шер кылганын көрдүңбү, 12 кан калың кол, 5 колумдай билем дейт, албоктонум кием дейт. Айкөл Манас батырды башынан бүгүн чаппасак, бир эсебин таппасак, Айкөл Манас батырга чоң урушту салбасак, атаңнын көрүң эр Манас ушул күндө карачы, буласын буллап алалы деп ошентип кеп салды. Каарданып жетиган, бирин-бири тыңдашып, каарданып күркүрөп турган экен барысы, муну ошону укканда аксакалдуу карысы, катагандын кангосой, алайган көзү чолпондой, жетиганга кеп айтат, атаңнын көрү жетиган, жерге киргин деп айтат. Бул сөзүңдү ким уксун, ай караңгы түн уксун, андан бөлөк ким уксун, атаңнын көрү кудүйнө, ушул күндө жетиган. Айкөл Манас батырдын эр экенин билбейсиң, аяламдын өзүнө тең экенин билбейсиң, Айкөл Манас батырдын шер экенин билбейсиң, деп ошентип күйлөнүп, катагандын кангосой турган экен сүйлөнүп, мунукканда жетиган, муртун жулуп ыргытып, сакалын жулуп зыргытып, муну ошондо жетиган, айткан сөзгө көнгөн жок, акыллашса болгон жок, аттын оозун бурган жок, угуп карап турган жок, атаңнын көрү дүйнө шок, муну ошондо жетиган, белин бекем байлашып, Айкөл Манас батырды сөзү менен жайлашып, эр Манастай батырды так төбөдөн бассак деп, төрттүүлүгүн чатсак деп, атаңнын көрү кудүйнө, өзөктөн күйгөн өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман, сырыңды билип жүрчү эле, баягы жетигандай ит жаман. Кылкылдаган кол менен, жер жайнаган зор менен, муну ошондо жетиган, азыр чыгып аттанып, кылыч чанын бир бөлүп, найза чандын барысын бет алдына коюптур, коркоктордун барысын ортосунан алыптыр, темир аркан торчонду, тегиз канжар колчонду тегеректеп коюптур. Эр Манастай батырга аянбай уруш салсак деп, тирүү байлап алсак деп,
атаңның көрі жетиған Айкөлман батырға Қытайға барып дейчіде Қытайды бұзу ичіде қылқылдаған қалың қол тұрған екен қамынып арыстанда чамынып ерман асқа қамданып бары шығып аттанып мұн ошоны көргенде қылқылдаған қалың қол жер жайнаға мол болып найзаның ұшы жылтылдап адамдың басы қылқылдап көптігінен қарачы қанаты ұшы өте албай тоны қарай сызыптыр тұзды жақаң ұшып тұр атаңның көрі жетиған қарданып күркіреп белде белестин еченің қатарашыптыр ечендебің ечен сай ерікпестен басыптыр Айкөлман батырды азыр қармап алсақ деп түрі байлап сойсоқ деп өлдім қылып қойсоқ деп аттанып шығып барысы жашы менен қарысы орто жолға келгенде қылқылдаған қалың қол ат өргүтүп алышты тұлпарларын суытып қылыштардың барысын ажыдардың ұсына күні түні суғарып бары шыққан аттанып мұны ошоны көргенде көгім кире күн бата елден алды дым жата кең таластың бойында жақын жетіп барғанда атаңның көрі жетиған қылқылдаған қол болып белдей белестен азыраша шығып келгенде мұны ошоны баяқы қасиетті бақаған қарол чоқу бойынан қылқылдаған қалың қол барын азыр көргенде Айкөлман батырға ошо күнде кеп айтып атаңның көрі құдүйіне қылқылдаған қол келет қайран жанға зор келет қылқылдаған қол келет жердің беті термелет Қытайдан келген қол бекен қайдан келген қол екен анығын азыр білейін көк чолоқты мінейін деп ошондо бақайған аттын олын бұрғанда Ербақайды көргенде бер жағына қараса алтын мыстың артығы 40 чорының құйыны Айкөлман сырғағы айбалтасын қарманып қарданып қамынып арыстанда чамынып аттын озын бұрып тұр Бұйрық болса манастан ұшып тұрған қалың қол айқырып найза сұнғанға қамынып сырғақ тұрып тұр бер жағына көз салса жекені белге құртшанған жетсаңғыта еліне жеке кіріп қол салған айсызғанның Алманбет адамында тұрып тұр айқырып найза сұнуға айқырып келі ұруға мұнда Алманбет қарап тұрып тұр мұн ошондо бір-екі көріп тұрған қалың қол көрсе көңіл бөлінді 40 чороның барысы қырғыл баштап қарысы ошо күнде қарначы жо-жарағын шайланып алтынан қылыш байланып ошо күнде барысы жарақтарын қамданып барымын деп тұрғанда Айкөлман батырға хабар бербей баяқы қасиетті вақаған ұшы тұрған бір-екі қалың келген бұл қолдон бір айласын білейін қайдан келген нер екен қайдан келген жо екен қайдан келген то екен анығын азыр білейін деп ошондо баяқы қарданып бақырды 70 түрлі тіл білген 70 түрлі ел білген арғынғандың Назыбай азыр мұнда келгін деп айтып тұрды бақаған келген жерден кеп айтат айланайын назикке қиын тұрған нерелең телеге теңелең қиын шыққан шерелең қараңғыда көз тапқан қапілеттен сөз тапқан ұшы тұрған сенелең қайдан келген жоқ екен азыр бір айласын білгін деп ұшы тұрған бір-екі қылқылдаған қалың қол тілмечі болып барғын деп аның қайдан келген жоқ екен анығын біліп алғын деп қайдан келген до екен долаша тұрған жоқ екен деп ошондо баяқы найза қарма үнмерді қылқылдаған қалың қол мұн ошондо баяқы алдындағы қарт күрең атқа қамшы салғаны шаңдартынан бұратып қарт күреңді чуратып қылқылдаған қалың қол аға жетіп барыптыр мұн ошондо баяқы Қытайдан келген жоқ екен анықтап көзін салыптыр эми байқап қараса бітқандың нерірбі екі кемін жайлаған егіз қарат байлаған бітқандың нерірбі алда келет күркіреп бер жағына көз салса атаңның көрі құдүйне эми байқап қараса атаған ат баяқы өйдө сақал Өзібек ылды сақал Қозыбек марғалаңның Маллабек айры сақал Сыншыбек бары келет бақырып
ошо күндө карачы чаңдасманга сапырып, муну көргөн Ажыбай көргөн жерде таңданып, ошо турган бакырып, атаңдын көрүгү дүйнө жети камында келипсиң, калың казган нур барбы, кайнатылган шор барбы, ушуп турган баягы Кытайдан келген жоо барбы, уруна турган тоо барбы, урша турган жоо барбы, кыйын тууган сендердин чогулуп мында келипсиң, кандай жумуш болду деп айтып турсаң Ажыбай, айткан сөзүн укпастан кайнап келген жети кан ошо күндө кеп айтат: тоспо менин жолумду, торобо менин колумду, кармабагын колумду, азыр көрсөткөнү биз келдик, капкайдагы сонунду. Айкөл Маннас батырга башына балта чабабыз, бир эсебин табабыз. Айкөл Маннас батырдын 4 түлүктүү жылкысын тушту жакка чачабыз. Атаңдын көрүгү дүйнө көрсө көңүл бөлүнүп, карданып бакырып, баары келди чамынып. Муну көргөн Ажыбай аттын оозун буруп туруп ошондон артты карай жүрүптүр. Аябай карап үңүлдү. Жети канды көргөндөн азыркы айткан сөзүнөн Ажыбай эле батырга түңүлдү. Карданып бакырды. Кырк чоронун ичинен көгүра пистон кийген, көгүрасындын ат минген ак балтанын чубагы кайдасың деп чакырды. Муну ошондо баягы Ажыбай кепти салганда, айкырыкты салганда, артка тартып калганда, муну көргөн бакайган буйрук берип тур деми, ошондо доул басын нур деми, кылкылдаган кырк чоро азыр жөнөп калыптыр. Кырк чорону карасаң, бакай буйрук кылганда, кылкылдаган калың кол жети кандын өзүнө телге тийген таандай, азыр тийип кетсем деп, түйүнө чогуу жетсем деп, муну ошондо баягы арыстанда чамынып, ажыдардай качырып, муну ошондо кырк чоро туш-тушундан бакырып, Манаста уран чакырып, айкырыкты салганда, Манас деп турса бакырып, ойду тоонун барысы, Манас Манас бакырык. Ошо күндө карачы асман жерди чаңдатып, кырк чоро кетти бакырып, бири миңге татырган, кыйын турган нереле, тенеге теңеле, кырк чоронун ичинде көгүлө калкан ойногон, көк турбаратын сойлогон, касиеттүү бакаган алдын баштап алыптыр. Анын артын карасаң, көгүра пистон кийген, көгүласындын ат минген, ак балтанын чубагы, арттан бери бундагы алда жөнөп калыптыр. Анын артын караса, көрсө көңүл бөлүнүп, атаңдын көрүгү дүйнө кылкылдаган калың кол азыр жөнөп барыптыр. Кыргыл баштап карысы, кырк чоронун барысы, айкырыкты салганда, баяк карап турган жети кан кырк чорону көргөндө, тоо көчкөндөй күркүрөп, ала тоодой дүркүрөп, муну ошондо карачы жакын жетип келгенде, ошо күндө баякы касиеттүү бакаган, арачы, арачы, айланайын кырк чоро, айткан сөздү байкачы, ушуп турган калың кол, калың элде не жазык, каның акмак эмеспи, качырып уруш бир салсак, өлүк тоодой үйүлөт. Андан кийин карачы, кыргыз калкы күйүнөт, ушуп турган жети кан, каның акмак эмеспи, жети канды байлайлы, эки колун байлайлы, Айкөл Манас алдында койдой кылып айдайлы, азыр Айкөл Манас батырга жети канын байлайлы, алып барып берели деп ошондо баягы карданып бакырып, касиеттүү бакайган кырк чорого чамынып, эптеп тыйып ал деми, муну ошондо кырк чоро ээлигип алган кырк чоро кылкылдаган баягы жети кандын калың кол тегеректеп ал деми аттарынан түшүрүп, жүрөктөрүн үжүтүп эмелең айдап эле жолгоңа сал деми. Муну ошондо жети кан күбүрөшүп сыбырашып, мытаган ат кудүйнө чын айбатын көргөндө, кырк чорону билгенде, ошо күндө жети кан бокана сөгүп олкулдап, эт жүрөк солкулдап, ошо күндө жети кан аттан түшүп алыптыр. Айкөл Манас алдына азыр жетип барыптыр. Ошо күндө кырк чоро жети канды шаштырып, койдой кылып бастырып, кылкылдаган калың кол баарын чаап алууга, так төбөдөн басууга азыр келген жети кан ошондо куйругун кыпчып калыптыр. Айкөл Манас алдына
айдап кирип барыптыр атаңның көрү кудүйнө муну ошону көргөндө көрсө көңүл бөлүнүп айкөл манас кабыллан кереметтүү таласта тегердеги чынарбак ортосунда алтын так мейманкана беш сарай турган экен карачы салтанаты бир далай айкөл манас батырдын атагын кеткен аламга телеге тең болгон кыйын турган эр болгон түнөн кыздыр колдогон түнөп өткөн жерине түптүү чынар орногон башынан кудай колдогон басып өткөн жерине базарлуу мазар орногон кереметтүү таластан карданып күркүрөп жети кандын укканда тоодон учкан чоң таштай турган экен дүпүлдөп айкөл манас күпүлдөп атаңдын көрү жети кан деп ошондо камынып урундарга тоо таппай урушарга жоо таппай турган экен эр манасты карасаң кары жүздөн төгүлүп азыркысы манасты жан алгычтай көрүнүп айкөл манас кабыллан азыр айдап барганда жети кандын манаска эки колун байлатып койдай кылып айдатып 40 чор айдап киргенде жети кандын баякы ичиндеги арамын манас байкап билгенде оң көзүнөн от чыгып сол көзүнөн чок чыгып карданып күркүрөп атаңдын көрү жети кан деп ошондо карастын дене бою дүркүрөп атаңдын көрү жети кан мени мындай кылгандай куржунда булуң чачтымбы куланын кууба качтымбы сандыкта булуң чачтымбы саанын кууба качтымбы атаңдын көрү жети кан манас болгону озгонумду билбейсиң душман жонун бетинен туу болуп туруп четиңен ошо менин тосконумду билбейсиң үйрүлмөнүн сазына үйлүү элең алыма тил дейсиң атаңдын көрү жети кан эр манасты ким дейсиң деп ошондо карачу айкөл манас кабыллан карын катуу салганда карап турган жети кан тилден калды көрдүңбү тил сүйлөбөй шаллактап күндөн калды көрдүңбү эр манастын алдында кыйын сынган жети кан жакын жетип барганда атаңдын көрү жети кан алапайын таба албай адамга акыл сала албай көңүлү түрдү сөгүлүп атаңдын көрү жети кан не кылаарын биле албай 60 сана миң мүшкүл айланып башка көрүнүп бирин бири түртүшүп ошол жерде былкылдап бири бирине шыбурап муну ошентип турганда айкөл манас кабыллан кары менен кеп айтат эр чубакка бек айтат атаңдын көрүң эр чубак азыр карап турбачы жети канды байлачы бери көздөй айдатчы деп ошентип күйлөнсө эр чубакка сүйлөнсө манастын сөзүн укканда чубак карап турабы карын бирде жыйнады жети кандын баякы желкеден алып айдады эр манастын алдында азыр жакын барганда айкөл манас кабыллан баягы Зулпукордун алыптыр Зулпукор жайын сурасаң сиберге койсо өрт кеткен шилтегени мүлт кеткен караңгыда баякы ошо күндө карачы учушту чыгарган ажыдардын уусуна 6 бөлүп сугарган ушу турган Зулпукор караңгыда кызарган уруштуу күндө узарган ушу турган баякы Зулпукордун эр манас азыр болгон аларда жети кандын береки башын бөлө чаңарда атаңдын көрү жети кандын ичинен акырын басып ийилип карап турган баякы атаңдын көрү эштектердин жамгырчы алдын ала кеп баштап акырын сүйлөп бек таштап эр манаска кеп айтат кара тилин кайрады кан манастын алдында эштектердин жамгырчы эси чыгып сайрады айкөл манас кабыллан канды төксөң жер мына башты кессең мен мына айкөл манас кабыллан атаган ат кудүйнө анткенинин себеби айкөл манас барында каныке тиккен тондордон кийишени депкендик айкөл манас барында кайнап жаткан кытайга тийишели деп келдик атаңдын көрү кудүйнө ушу турган кытайга жол салалы деп келдик кылкылдаган кол болуп жер жайнаган мол болуп толкуп жаткан кытайга жол салалы деп келдик
айланайын қалың жұрт, ұшып тұрған қалың қол, Айкөл Манас қабылдан бір өзіңдің жанында, қол бололу деп келдік, ұшып тұрған Қытайға чауыз шалы деп келдік, атаң көрі құдүйні, Айкөл Манас абабыз трибунда тұрғанда, етегінен қармайлы, жақасына жармашып, ұшу тұрған Қытайға аянбастан қармашып, чоң ұрышты салсақ деп ниет қылып келген біз, Айкөл Манас ава деп, ошонда жаңбырчы қара тілін қайрады, Қан Манастың алдында Қайран батыр сайрады, мұныққандан ер Манас, бұны айтқан сөзің ақыл деп, андай болса мақұл деп, қатағандың қошой азырымында чақыр деп, ел амандың ертөштік Чалғұрық деген аты бар. Бейжіңе қазат қылғанда мені жолдош қылғын деп, бұрындан берген анты бар, ертөштікке қавар сал. Дивошонды Манасқан үзөкте қалпақ ершутуны жіберіп, ошо күнді қарачы, жердің жүзін чалыптыр, жеті суға барыптыр. Ел амандың ертөштік ағаға бар салыптыр. Жеті суға барғанда кер қауланатын тоқуған, қаңғайдың башын чоқуған, қатағандың қан қосой, кер қауланатын тоқуған, білімдүүден баталған, өлия қосой атанған, қан қосойдай қауаға азыр жетіп айтқанда, жер жайнаған зор менен, атқа мінбе дөменен, ополтодой жөменен, қылқылдаған қолменен, қошойтықтың аттанып, жердің беті тапталып, кең таластың бойында жақын жетіп барғанда, 12 қан чоғылды, мұны ошонды қарачы, тополоңы тоз болды, жердің жүзі қозғолды, найдан ұчы жылтылдап, адамның башы қылқылдап, бары қаптап келгенде, мұны ошоны көргенде, қырық чороның барысы, алтынан қылыш байланып, аны көрген баяқы, жеті қанның қалың қол, ақылынан сандалып, қырық чороғы таңданып, алтын таққан аттары, арғымағаттар шарқылдап, көрген адам жақтырат, көріп тұрған қырық чоры, ошо күнді қарачы, Манасқанның қырық чоры, атаған ат құдүйні 1000 үйден тигіптір, бер жағына қараса, ұлаққандың ер сырғақ, кең таластың бойында 1000 үйден тигіптір, мұны ошонды қырық чоры, 40.000 үйді тигіптір, баяғы қылқылдаған қалың қол, қондық болып керіптір, ошо күнді береки, Ырамандың ырчулы, бозулдай батырға, емі қарап қараса, қонақ жетпей қалыптыр, қонақ жетпей қалғанда, ошо күнді кеп айтат, мұндай деп айтат, атаңның көрі құдүйіне қонақ жетпей қалды деп, қонақ кірбей қалған соң, қандай мүшкіл болды деп, ақиқаттық болбосо, ұшып тұрған береке, қонақ көліп бербесе, айтқан сөзге тұрбаймын, бұрысынды бұрбаймын, Айкөл Манас батырға ақ қызматым қылбаймын, чоролуктан кетемін, ұшып тұрған Манастан туғандықтан кетемін, деп ошентип тарынып, қонақ бөліп берсін деп, Ербақайға сабылып, мұны ошондон Ербақай, қылқылдаған қалың қол, үрбүдөй береке, қиын туған деллерин, Ырамандың ырчулы, мұна сенің қонағың, деп ошентип кириптир, айтқан сөзін билиптир, мұны ошондо баяқы, қалың қолдың барысы, кең таластың бойында, қылқылдаған қалың қол, анда жатып қалыптыр, 80 күні бағылып, 80 күні жатышып, орынпай ойнап чаң салып, орданы мұқтап атышып, ошо күнде қарачы, ерікселік атышып, ерікпесе қырғыз ел, еркін ойнап жатышып, кең таластың бойында 80 күні бағылып, ошо күнде қарачы, Айкөл Манас қауылдан, қасиетті бақайған, қырандардың барысы, тұрған екен кеңешіп, ошол жерден баяқы, қалың қолдың барысы, ортоға кеп кеңешті салыптыр, чоң кеңештің алыптыр, қақаншының қалың қол, қиын туған дерелі, Қытай деген береке, топон су тоздоп жетпеген, қиын туған чебелле, ұшып тұрған Бейжіңе, оңай олтоң жер емес, ойламай барчы ел емес, деп ошондо бақайған, албан түрлі бой ойлоп, кеп тортоға салыптыр, кеңеш қылып алыптыр, 80 күні қалың қол, ошо күнді қарачы, қатағандың қан қошой, бары бірден ал жерде, аңгеме дүкен құрып тұр, ошондон 80 күні бағылып, баяғы келген жетті қан кең таластың бойында 80 эле күнүңө туруп тур.